Қазақстан тарихы, мифтердің жұмысы. Тақырыбы қазақ мемлекеттілігінің дәстүрі. Қазақ мемлекеттілігі ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи үдерістің нәтижесі. Қазақ мемлекеті бұл ұзақ тарихи процесс, оның түп тамыры ежелгі және орта ғасырлардағы мемлекеттер мен тайпалық бірлестіктердің басқару дәстүрінен бастау алады. Ол ежелгі сақ, ғұн, үйсін, қаңлы мемлекеттерінен бастау алып, түрік қағанаты, қарахан мемлекеті, алтын орда және де ақ орда секілді орта ғасырлық державалар арқылы дамып, қазақ хандығының құрылуымен нақты саяси негізге ие болды. Мемлекет басқару жүйесі, дала демократиясы, билер соты және де хандық билік дәстүрлері кейінгі кезеңдерде де өз жалғасын тапты. 20 ғасырда қазақ мемлекеттілігі қайта жаңғырып, тәуелсіз Қазақстан мемлекетін құруға негіз болды. Мемлекеттіліктің қалыптасуы бұл көптеген тарихи оқиғалар мен соғыс және бейбіт келісімдермен мәдени және рухани сабақтастықпен тығыз байланысты. Қазақ мемлекеттілігінің бастауы. Қазақ мемлекеттілігінің алғашқы көріністері бұл ежелгі сақ, ғұн, үйсін, қаңлы тайпаларының басқару жүйелерінен бастау алады. Сақ тайпасы біздің заманымыздан бұрынғы 7-3 ғасырларда өмір сүрген. Сақтар қазіргі Қазақстан аумағында көшпелі өркениеттің негізін қалаған тайпалардың бірі. Олар егіншілік пен мал шаруашылығымен айналысып, темір және қоладан қару-жарақ жасап, жауынгерлік қабілетін танымал. Жауынгерлік қабілетіне анық дәлелі бұл біздің заманымыздан бұрынғы 519-518 жылдардағы бірінші дареге қарсы соғысы. Бұл шайқаста Шырақ батыр өз ерекшелігімен көзге түскен болатын. Біздің заманымыздан бұрынғы 330-327 жылы аты әлемге танымал Александр Македонскийге қарсы соғысы, және де біздің заманымыздан бұрынғы 490 жылы әйгілі Марафон соғысы. Сонымен қатар сақтардың батыр халық екендігін көрсеткен бұл біздің заманымыздан бұрынғы 529 жылдардағы керге қарсы соғысы. Сақтардың ең белгілі тұлғасы бұл Томирис ханым. Парсы мемлекетіне төтеп беріп, сақ мемлекетінің тәуелсіздігін сақтап қалды. Осы оқиға әйелдердің күштілігін көрсеткен болатын. Үйсіндер біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздың 5-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген. Үйсіндер Жетісу өңірінде мекен еткен, және де Қытай деректерінде үйсіндерді ірі мемлекет деп атаған. Оларда сауда-саттық жақсы дамыған, бірақ негізгі кәсібі мал шаруашылығы мен егіншілік болған. Үйсіндерде ел билеушісі Гүлмон деп аталды. Ғұндар біздің заманымыздың бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздың 5-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген. Ғұндар көшпелі тайпалардан құралған қуатты әскери мемлекет. Негізін қалаған Мудеш Шаньюй түркі халықтың тарихының әскери тактикасын жетілдіріп, Еуразия тарихында маңызды рөл атқарған. Ғұндар ғасырлар бойы Қытай мен Еуропа елдерін үрей тудырған. Ғұндарды батысқа қарай апарған бұл Атилла болатын. Ғұндардың Дунайға апарған Атилла болатын. Олардың Еуропаға келуі Рим империясының әлсіреуіне және де Еуропа картасының түбегейлі өзгеріс әкелген болатын. Сонымен қатар түрік дәуіріндегі мемлекеттілік. Түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығында өмір сүрген.
түрік қағанаты түрік халықтарының алғашқы мемлекеті. Бұл мемлекеттіліктің негізін қалаған Бумын қаған. Түріктер Ұлы Жібек жолында орналасқандықтан сауда мен мәдениеттің дамуына ықпал етті. Өзге мәдениет пен ұлттар осы жерде шиеленіскен болатын. Сонымен қатар бұл кезеңде түркі жазба мәдениеті дамып, мемлекеттік басқару жүйесі жетілдірілді. Білге қаған мен Күлтегін елді біріктіріп, түркі халықтарының мемлекеттілігін нығайтты. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында өмір сүрді. Қарахан мемлекеті бұл ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдаған ең алғашқы түркі мемлекеті. Бұл кезеңде заң жүйесі шариғат қағидаларына негізделе басталды. Сонымен қатар исламның келуі мемлекетте ғылым мен өнер дамыды. Әйгілі ғалым Жүсіп Баласағұн осы дәуірде өмір сүріп, Құтты білек дастаны атты еңбегін жазып кеткен болатын. Қыпшақ хандығы 11-13 ғасырлар аралығында өмір сүрген, қазақ жерінде билік жүргізген көшпелі мемлекеттің бірі. Қыпшақтар әскери басқару жүйесін дамытып, Орта Азия мен Еуразия даласында маңызды рөл атқарды.